Барлықтарыңызға сәлем. Дәмі керемет, ерекше, жұп-жұмсақ болып пісетін шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Бөлме температурасындағы жылы сүтті құйып аламын. Және оған 2 шай қасық қант салатын боламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Және 1 жұмыртқаны жарып, осы сұйық массамызға қосып, венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып алатын боламын. Сіздер Кока-коладан шелпек жасап көрдіңіздер ма? Егер де бұндай рецептті естімесеңіздер, онда міндетті түрде менің видеомды көріп шығыңыздар. Оны подсказка бөліміне қойып кететін боламын. Енді осы сұйық массаға електен ұнды өткізіп, осы қамырды біріктіретін боламын. Қамырымызды біріктіріп алдық. Енді 15 минутқа демалдыруға қойып қоямын. 15 минут толық демалған қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, шелпекті жаятын боламыз. Дөңгелек пішінді қылдырып, шелпектерді жазып алатын боламыз. Менің каналымда өте көп пирогтардың, кешкі асқа дайындалатын жеңіл тағамдардың да рецепттері өте көп. Сондықтан сол видеоларымды подсказка ретінде конечная заставкаға қойып кететін боламын. Енді ысып тұрған майға осы шелпектерді жақсылап тұрып пісіріп алатын боламыз. Сүтке иленген кез келген нан өте дәмді, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып піседі. Сондықтан да осы шелпекті міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі тура тіл үйреді. Енді айтып мүмкін емес, менің балаларым өте керемет сүйсініп жейді осы шелпекті. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер. Сіздердің әрбір жазған комментарий, лайктарыңыз маған маңызды. Рахмет. Қазақша ютубты бірге дамытайық. Осымен міне шелпек пісті. Міне қараңыздар, видеода көрініп тұр. Қандай жұп-жұмсақ, оңай үзіледі. Керемет, дәмі деген тіл үйрет. Тағы да айтайын, керемет болып пісетін шелпекті бірге дайындайық.